Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бүгін мешітке не қоймадыңыздар, е? Жоқ. Құрметті бауырлар, Алла Тағала келе жатқан баршамызға Рамазанды берекелі қылсын. Соншалықты күткен Рамазанымызға аман-есен жетіп, мойнымызда құлшылығымызды көркемдікпен, әсемдікпенен Алланы риза қылатындай қылып атқаруды Алла Тағала нәсіп етсін. Одан кейінгі Рамазандарға да иншалла бұйыртып жеткізе берсін. Құрметті бауырлар, Рамазанға дейінгі сабақ болғаннан кейін бүгін сол Рамазан жайлы, содан кейін соның арасындағы бір-екі міндетті болған мәселелерді қозғап кету алдымызға қойған мақсат болды. Рамазан біте бере, Құда қаласа, Құран сабақтарымызды қайтадан жалғастырамыз деп ойлаймын. Иншалла, Алла бұйыртса. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біріншіден, Рамазанның ұлылығы және оны сезіну мәселесін қозғап кеткім келеді. Құрметті жақсылар, алдымызда руханиятқа толы болған, алдымызда адамның ішкі жан дүниесін тазалайтын, адамның осы өмірдегі бүкіл тіршілігінің әсемдігі саналатын сондай руханиятқа бай болған ай, Рамазан айы келе жатыр. Әлбетте, иншалла, Рамазан айында да тікелей эфирге шығып, сондай бір әсем-әсем пайғамбарымыздың, әулиелердің, үлкен кісілердің сөздерімен бөлісіп, сол Рамазандарыңызды әсем қылып, Рамазанды бір сондай мықты сезіммен өткізуге жәрдем беріп тұрармыз. Дегенмен, қазіргі заманның тілімен айтқан кезінде қандай бақыт болса да, барлық бақытты Алла Тағала адамның өзінің ішіне қойған. Бақытты сырттан іздемеңіз. Сіз үшін ешкім бақытты жасап беруге, бақытты жасатып, сізді бақытты қылуға мойнына алуы дұрыс емес. Бәлки ол сезімді өзіңіз табуыңыз керексіз. Дәл сол сияқты осы Рамазанның сезімін, Рамазанның әсем болып, оны рухани бай болып өтуіне бірінші орында себепкер ол сізсіз. Оны ешқашан сырттан іздемеңіз. Бәлки сол ішкі жан дүниеңізді байланыстыра біліңіз. Сол мәселеде мен Ата-Алла Сакандаридің хикметтерінің бір хикметін мысал қылғым келеді. Ол кісіден риуаят қылған хикметтер өте көп. Ғалымдарымыз 264-ке жақын хикмет жинаған. Соның ішінде енді әрбір хикметті бұлай жеңілетіп бірнеше рет оқып шықсақ та, соны қайта оқыған сайын мен таң қалам. Солардың біреуі, мысалы, ең әуелге, ең бірінші жазған хикметі амал менен үміт жайындағы хикмет. Осы мәселені мен қозғап кеткім келеді. Және соны қозғай тұра тағы келесі бір сұраққа өткім келеді. Амал және үміт туралы айтқан әсем бір сөзі бұл кісінің. Бұлай деп айтады екен: кімде-кімнің амалға сүйенуі көп болатын болса, немесе амалға көп сүйенетін болса, бір адам, ол кісінің басына іс түскенде үміті азаяды дейді. Мағынасын қарапайым түсіндіргенде, мысалы, сіз сауап амалға сүйеніп қалсаңыз, осы жақында да сондай бір мәселелерді көп естідім. Мысалы, оразаңыз, зекетіңіз, қажылығыңыз, басқа өскен сайын сіздің үмітіңіз өседі. Жәннатқа деген үмітіңіз өседі. Аллаға жақындадым деген бір сондай бір қандай да бір сөздер өседі. Әйтсе де, әйгілі әулие кісі бұны дұрыс емес көреді. Өйткені, дәл сол сияқты адамның амалы пәс түскен сайын үміті де төмен түседі. Мысалы, оразасы аз болып қалса, ол кісі жәннатқа кірамай қалам деп ойлайды. Намазы аз болып қалса, жәннатқа кірамай қалам деп ойлайды. Ал енді шын мәнінде қандай болу керек десе, ғалымдарымыз айтады: сіздің үмітіңіз біреу болу керек. Ол сіздің амалыңыз өсуіменен өсіп, амалыңыздың кемуіменен кеммеу керек. Түсінікті ғой, е? Яғни сауап амалдар көбейген сайын үмітіңіз көбейіп, күнәңіз көбейген сайын үмітіңіз төмен қарай түсуі, бұл сіздің дінді түсінбеуіңіз. Және де руханиятқа деген қадамыңыздың қателігі.
Бәлки оны әйгілі Мұхаммад Сады Мұхаммад Юсуфтың әсем бір сөзі бар. Алла ол кісіні рахымына алсын, жатқан жерін жайлы қылсын. Мынандай бір әсем сөзі бар. Осы сөз мүмкін жоғарыдағыны түсіндіреді деп ойлаймын. Балам дейді, баласына айтқан өсиеттері болу керек. Балам, сенің мойныңа бүкіл халықтың күнәсі артылып қойса да, бүкіл мойныңа халықтың күнәсінің бәрін саған артып қойса да, Алладан үмітің кемімесін дейді. Қарасаңшы, бүкіл халайықтың күнәсі сенің мойныңда. Бірақ сен Алланың мейірімінен еш қашан үмітсіз болмауың керек. Екінші дәл соның қарама қарсы беті, балам дейді, егер бүкіл халықтың сауабы сенің мойныңа ілініп қойса да, сенің үмітің артып кетпесін дейді. Өз-өзіңе тәкаппарланып, о, жәннаттың бәрін мен алып алдым деп, кәлемнен шығып кетпе дейді. Тура осы сөзді қайталағаны. Яғни, сіз амалыңызға сүйенуіңізге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтқан сөзі бар. Ешбір адам өзінің жасаған амалымен жәннатқа кірмейді дейді. Сонда, я Расулалла, сіз де ма дегенде, мен де дейді. Бірақ Алла тағала мені мейіріміменен баурап алды дейді. Алланың мейірімі шексіз. Алла жайында сіз қалай ойласаңыз, Алла сондай болады деген сөздер бар. Айтқым келген нүкте, құрметті бауырлар, алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында сауап істер сізді алдап қоймасын. Мен сұмдық бір сондай тақуа болып кеттім деп. Және керісінше, Рамазан айында мүмкін кейбір істерді сіз жасай алмай қаларсыз. Кейбір істерді сіз оябын тауып, көп қылып реттей алмай қаларсыз. Ол да сізді Алладан үмітсіз қылмасын. Рамазан айы келмей тұр, мен әдейі айтып жатырмын. Сауап амалдар жасау, онда кейде ойға келеді ғой. Онда неге жасаймыз сауап амалдар дегенде, кітап ақтарып отырып, бір әсем бір сөзге келді. Бір ғалым кісі айтқан екен. Амалдар арифтардың алдында, Алланы таныған халықтың алдында үш түрлі болады дейді. Амалдар Алланы таныған халық алдында үш түрлі болады екен амал. Шариғат амалдары, ол сіздің тәніңізді, сыртыңызды түзейді. Тарихат амалдары, бұл сіздің ішкі жан дүниеңізді түзейді. Және хақиқат амалдары, бұл сіздің сырыңызды түзейді. Оның бәрін енді келешекте, алдағы уақыттарда біреулеп көріп шығармыз. Әйтсе де, айтқым келгені, амалдардың барлығы сізді, бізді тазалау үшін келеді. Құрметті жақсылар, біз, Алла тағала біз үшін, бізді лайдан тазалау үшін қанша қалап бізге сауап амалдар жөнетіп атса да, біз өзіміз кейде лайға лақтырамыз. Алланың мейірімін сезіне алмай қаламыз. Міне сол Алламенен сізді жақын қылатын ай Рамазан айы келе жатыр. Ол айды әрбір күнін бір сауалмен өткізсеңіз екен, сіз және Алла араңыздағы байланыс қаншалықты болды? Осы сауалменен өткізсеңіз екен. Біліңіз, бұл дүниедегі одан бөлек нәрсенің барлығы жай ғана өткінші дүние. Тіпті бір ғалым кісінің әсем бір сөзі ерекше келеді ғой. Құранда айтады ғой, фәзкуруни әзкуркум деп, мен зікір етіңдер, мен сендерді зікір етем дейді. Осы зікір туралы айтылған сөзде Алла тағаланы зікірі туралы айтқанда бір ғалым кісі, әулие кісі айтқан екен. Алланы зікір еткенде басқаның зікірі болмауы міндет деп. Ойдан барлық нәрсені тастаңыз. Ауру сырқау, өмірдегі қажеттілік, барлық нәрсе. Егер сіз осыны тастай алмасаңыз зікіріңізде, онда сіз зікірдің ақысын бере алмадыңыз. Толық бере алмадыңыз. Я, иншалла, қабыл етеді.
Құлшылық ғибадат да дәл осылай болады. Қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, алдымызда Рамазан келе жатыр. Ол күндегі сіздің қарныңыз аш болып, Алланың адал қылған нәрселерінен өзіңізді тұтуыңыз, құлшылыққа, ғибадатқа күш қуатыңыздың бәрін жұмсап, шамаңыз келгенше Аллаға жақын болуыңыз осы айда сіздің алатын үлесіңіз. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: Рамазан басына келіп, күнәсі кешіріле алмай қалған адамнан бейшара адам жоқ дейді. Алдымызда акция айы тұр. Бүкіл күнәнің барлығын нөл қылып, Алла тағала жоқ қылып кешіретін ай тұр. Ендеше осы айды дұрыс, әсем етіп өткізу ол сіздің қолыңызда. Екінші қозғайтын мәселе дін мәселесі және әсіре діншілдік мәселесі. Жақында бір кісінің интернетте сұхбаты шықты. Дінді қалай қылып жаю туралы. Ол кісі дінді жұмсақтықпен көрсеткісі келді барынша, бірақ дұрыс түсіндіре алмағандай. Әсіре діншілдікті діндар адам түсіндіре алмауы, ол кісінің оны дұрыс түсінбеуі, немесе бір қулық қылмақшы ма, білмедім. Өйткені неге олай қаптайтым десеңіз, біліңіз. Әсіре діншілдік деген нәрсенің түсінігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынымен әсіре діншілдіктен, ғулу фиддин, дінде шұқыр кіріп кетуден қиған. Құран-ы Кәримде де «Я әхләл китаби ла тағлу фи диникум» деген аят бар. Уа кітап егелері, өз діндеріңде шұқыр кірмеңдер деген сөз бар. Бұл аят өзге кітап егелеріне аталғанменен біздің дінімізде де қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы қиямет күні, қияметке жақын хауариж деген тайпа шығатынын айтып кетті. Сөйтіп былай дейді: олардың оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді дейді. Және де олардың намаздары соншалықты мықты, сендердің намаздар, сахабалардың намазын айтып жатыр. Сендердің намаздарың олардың жанында дым көрінбей қалады дейді. Былай қарасаң намазы сұмдықта, бірақ оқыған Құраны тамағынан арғарай өтпейді. Бұл нені білдіреді? Бұл әсіре діншілдік деген осыны білдіреді. Оның сипаттары, оның себептерін түсіндіргім келеді. Біріншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көбінесе оларды жастар деп суреттеді. Сахих Бұхариде келеді бұл. Жас адамдар көбінесе дейді. Дінді қатты ұстаймын дейді де, өзінің арғырай нәпсісі көтер алмай, діннен садақтың жайындай, оғындай зу етіп, ұшып шығады деп айтады. Айтқым келген мәселе, бұл адамдар келді. Және де біздің 21 ғасырдың хауариждері деген адамдар да бар. Дінді әсіре ұстаушылар бар. Қатты ұстағаны сонша, өзі оған шыдай алмайды. Өзі менен сөзі бөлек болады. Міне әсіре діншілдік деген сол. Сыртқа дінді ұстағыш болады. Өзінде діни нәрсе болмайды мынаның ішінде. Әсіре діншілдіктің белгілері бірінші орында осы хадистерден, Құран аяттарынан келтіре бере, ғалымдарымыз айтады, надандық дейді. Дінді дұрыс түсінбеу. Сол үшін болса керек, қазіргідегі осы президентіміз әсем бір сөз айтты жақында ғана. Біз өзіміздің дінімізді жастарға дұрыс түсіндіруіміз керек деді. Егер дінді дұрыс түсінбесеңіз, надан болсаңыз, сіз әсіре діншілдікке кетесіз. Әсіре діншілдік нелерді пайда қылады? Біріншіден, Аллаға серік қосуға, неше түрлі бидғат, неше түрлі жаңа нәрселерді пайда қылуға, тіпті дінді қисық-қисық ұстауға алып барады. Солардың біреуі, мысалы, Алла тағаланы зат сияқты көру. Алланың қолы бар,
аяғы бар деп зат сияқты көріп кетуі әсіре діншілдікке алып барады, буквализм. Солардың біреуі мазхаб ұстанбай ғалымдарымызды жоққа шығарып, халықты сауатсыз қылу. Айтады, Құран тұр, пайғамбардың хадисі тұр, одан басқа саған еш нәрсе керек жоқ дейді. Ғалымдар деген онда не қажеті бар деп ойлайды. Осы арқылы қарапайым халықты надан қылып, ғылым білімнен жоқ қылып, жұрдай қылып, шала сауат қылып, дінге шұқыр әсіре діншілдікке алып баруын айтады. Сондықтан мазхаб ұстанбау, Аллаға мекен беру, немесе қол, аяқ, зат сияқты қарау әсіре діншілдіктен. Тағы да әсіре діншілдіктің біреуі, кейбір мәселелерде ғалымдарымыз оны айтып кеткен мәселелердің өзін жоққа шығаруы. Мысалы, намаздағы, немесе Құран оқудағы, тұрмыстағы неше түрлі ғалымдарымыз айтып кеткен, біздің халқымызға салт дәстүр болып сіңіп кеткен нәрсенің барлығын жоққа шығару. Бұның барлығы әсіре діншілдік. Құдай содан сақтасын. Тағы бір нәрсе, құрметті жақсылар, әсіре діншілдік дегеніміз діннің шұқыр кетуі деген сөз. Бұл адам дінді тек қана агностиктар сияқты дін бөлек, соншалықты керек дегенде дін адамдікі бөлек, ал мына тіршілігіміз бөлек деп екіге бөліп тастаудан да келеді. Ол дінді түсінбей надандыққа кетуі. Осыған ұқсайтын кейбір адамдар нео-исламизм деп атаймыз. Жаңа исламшыл немесе батыс исламын насихаттамақшы кейбір бауырларымыз. Батыс исламы деп неге айтамын? Яғни ол көп өздеріңіз интернет желілерінде байқап жүрген шығарсыздар. Басына әсем қылып орамалын тағады да, Құдай сақтасын, боянып алады. Немесе сол түріменен, мысалы, әдемі қылып тақия киіп сақалын қояды да, түнгі клубтарға барып жүреді. Өзі барып, жаңағыдай умраға, қажылыққа барып келеді да, арақ шарауға дастарханда отыра береді. Міне осының барлығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Я әхләл китаби ла тағлу фи диникум» деген аяттағы түсіндіргендегі мағыналарға келеді. Себебі дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. О кісінің сөзі, яхуди дінін ұстанған адамдар сияқты болмаңдар дейді. Не жағынан десе, ол кісілер Бани Исраил қауымы кезінде адамдарға уағыз насихат қылады екен, халайық, мына нәрсені істемеңдер дейді екен да, кешке жақын сол істелініп жатқан, күнә істелініп жатқан жерде өзі отырады дейді. Яғни арақ ішпе дейді да, өз арақтың дастарханында үндемей отырады. Бұл әсіре діншілдік, діни азғындық. Біздің бабаларымыз әуел бастан айтып кеткен. Мысалы, Әбубәкір Кердер деген бабамыз дін туралы әсем сөзінің бірінде, мен оның барлығын нақтылап келтіру емес, дініңді ұстансаң берік ұстан, исламды, мұсылманшылығында берік бол деп әдемі үлкен термелер қалдырады. Майлы Қожа ақынның қанша тілек туралы да, басқа туралы да айтқандары қайда қалды дейсіздер. Бұның барлығы өз дініңді дұрыс ұстау туралы айтылады. Мысалы, Майлы Қожа айтады ғой, бірінші тілеңіз бір Аллаға жазбасқа дейді. Яғни Құдайдың сызып қойған күнәсінен өтіп кетпеуді бірінші тілеңіз дейді. Яғни өзің арақ болмайды деп алып, арағы бар дастарханда отырма деп отыр. Бұны біздің бабаларымыз әуел баста айтып кетті. Құрметті жақсылар, алдымызда руханиятқа толы ай келатыр. Осы айда расында да сіз руханиятқа бай болып, сондай бір керемет сауап амалдарға жетіп атқаныменен біліңіз, екі нәрсенің арасын дұрыс ұстай біліңіз. Мұсылман адам үміт пенен үрейдің арасында болады. Үміт, Алла тағала осы амалдарымның барлығын иншалла қабыл етуші деп үміт қылады. Ал күмәнсірамай, ешқандай күмән қоспай үміт қылады. Мен иншалла деген сөзді мағынасы Аллаға деген үміт мағынасында, қалауды Аллаға тапсыру мағынасында айтып жатыр. Күмән мағынасында айтып жатқан жоқ. Ал енді екіншісі үрей дегеніміз.
Алла тағалаға мен лайықты дәрежеде құлшылық етушімін ба деген үрейдің арасында болады. Сол үшін мен кеше жақында ғана бір адамның сөзін естідім. Біреу бүйтіп айтады: мешіт салып қойып, тыныш жата берсең сауапты жинап дейді. Тыныш жатуға болмайды мешіт салып қойып. Көп адамдарда мен бұны қайта-қайта айтамын. Алла тағала сізді бір сауап іске себепкер қылды ма, қуаныңыз. Қандай керемет мешіт салдыңыз. Немесе бір қандай да бір садақа бердіңіз. Немесе басқа бір мықты сауап амалға сізді нәсібе қылды ма, несіп берді ма, соны сізге берді ма, онда қабылдаңыз да оны арғарай көбейтіңіз. Оны арғарай мәпелеп өсіріңіз, өндіріңіз. Соған лайықты болып жүре біліңіз. Есегім судан өтіп алды деп арғарай лағып кетпестен. Айтқым келген тағы бір нүкте, құрметті бауырлар, дін насихатын қалай насихаттаймыз деген туралы мен өте көп айтамын. Дін насихатын хикметпен насихаттаймыз. Иә, хикметпен дегені қалай? Әрі жұмсақ, әрі кең, бір адам көтере алатындай дәрежеде әсем қылып насихаттаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, немесе одан әуелгі басқа да пайғамбарларға келген Алланың сөздерінде Алла тағала дін насихатын жұмсақтықпен, даналықпен, әсемдікпен жеткізуді айтады. Біреуге дін насихатын дік-дік етіп, дікеңдеп, оны кемсітіп, немесе оның шабына тиіп емес, бәлки көркем сөзбенен, әсем сөзбенен жеткізу өте керемет. Араларымызда небір мықты имамдарымыз әзілменен, көркем, әсем сөздермен жеткізіп жатыр. Алла тағала қабыл етсін ол кісілердің жасап жатқан еңбегін. Бірақ біліңіздер, әсіре діншілдік деген нүктені біз кейде қате қолданамыз. Соның себебінен өзіміздің бабаларымыздың қалдырған мирас қойған ислам дінінен теріс бұрылғымыз келетін сияқты көрінеді. Бұл қазіргі исламофобияға алып бармауы керек. Біздің дініміз өркениетті қолдайтын, өркениетке көп себеп болған діндердің бірі. Біздің дініміз ешқашан ғылымменен күрескен емес, тарихымызда жоқ ондай нәрсе. Біз Коперникті өлтірген жоқпыз, біз Галилейді өлтірген жоқпыз, біз бомағыр нәрселерге қарсы шыққан емеспіз. Бәлки ең бірінші карта, ең бірінші медициналық нақты дәлелдер, ең бірінші технологиялық үлкен ғылым, білім, тілдері, бұның барлығы математикалық үлкен мықты тұжырымдар, осыған ұқсас ғылыми жаңалықтардың барлығы дерлігі біздің бабаларымыздан шықты. Бируни сияқты, Әл-Фараби сияқты, басқа да Ибн Халдун сияқты үлкен ғалымдардың артынан ерген халықпыз. Бұлардың барлығы ғылым білімді көтеріп, бұлардың барлығы өркениетті ғылыми дамуды көтеріп өскен халық. Біздің дініміз осы нәрсені дұрыс деп біледі. Ендеше сіз діндарсыз ба, намазхансыз ба, онда сізден міндетті түрде өркениет көріну керек. Егер сізден өркениет көрінбесе, онда сіз дінді дұрыс ұстай алмағаныңыз. Міне, осылай деп дұрыс түсінген жақсы. Ислам дінін өзге дінменен салыстырмаңыз. Әр нәрсенің өзінің мәні, мағынасы, философиясы бар. Құрметті жақсылар, қорытып айтатыным, алдымыздағы күндеріміз сәтті өтсін десеңіз, алға қойған мақсатқа жеткім келеді десеңіз, біліңіз, алға тұтатын, үлгі тұтатын адамдардың етегінен ұстауыңыз міндет болады. Бір ғалымның сөзін келтіріп, мен осы жерде бір қорытқым келетіні, мысалы мынандай бір әсем сөздер бар. Тіпті бір керемет спорттың жаттықтырушысы айтады. Сен спортта үлкен жетістікке жеткің келе ма дейді. Дәл осы жетістікті барлық нәрсеге салсаңыз болады. Бизнесте де, оқуда да,
басқа жерде де сен мықты өзіңнің қатарыңның алды, мықты жетістікке жеткен адам болғың келе ма дейді. Иә, онда мынандай ережелерді ұстан. Біріншісі, өзің алған бағытыңа тура келетін, еліктейтін адамды тауып ал дейді. Сіз қай бағытта жұмыс істегіңіз келеді? Сол бағытта жетістікке мықты жеткен адамды тауып алуыңыз керек. Мысалы, сіз бокста айналысып жүрсіз ба? Мысал айтайық та енді. Мына жаңағы Мұхаммед Али ма, Майк Тайсон ба, соған ұқсас бір адамды тауып аласыз. Немесе енді олар үлкен тяжеловес десеңіз, салмағы кішкентай салмақтағы басқа адамдар тауып алып, сол адамның басқа табиғаттағы басқа нәрселер мақұл ғой, сіздің алған бағытыңызда қандай қылып күн кешті, қандай жетістіктерге жетуге әрекет жасады деп қадамдарын зерттейсіз. Және де соған ұқсап бағуға қадам қоясыз. Екінші нәрсе, құрметті бауырлар, күнделік жүргіз дейді. Өте үлкен нәрсе, есеп қисап. Күнделікте не жазамыз дегенде айтады. Күнделікте міндетті түрде бүгін мен не істедім? Егер күнде жазғым келмесе, бір аптаға қой. Осы аптада мен не істедім? Алға қойған мақсатыма қарай жүрдім ба? Екіншісі, қандай қателіктер жасадым? Үшіншісі, осы қателіктерді өшіру үшін және де жақсылықтарымды өсіру үшін мен не істеуім керек деген 3 нүктеден тұратын күнделігің болуы міндет дейді. Бұл барлық, тіпті сіз Құран жаттасаңыз да, тіпті сіз бизнес қылсаңыз да осы нәрсе. Одан бөлек ең үшіншісі білім оқы дейді. Білім оқы, жаңалық ізден. Өйткені кітап, білім ол біреудің өмірде көрген тәжірибесі. Сен ол тәжірибені өзің өмірден өткізгеніңе жылдар уақыт кетуі мүмкін. Қанша қателіктерменен басыңды соғуы мүмкін. Ал жұрттар сол қателіктерін өткізіп, сізге насихат ретінде кітап қалдырса, сол кітапты, сол білімді бірден жұтып алып, ары қарай даму сізді одан сайын өсіреді. Осы 3 нүктені мен сіздерге өмірлік тәжірибе ретінде қалдырғым келетіні, құрметті бауырлар. Дін ұстануда, егер алға қойған мақсатта жетемін десеңіз, ең қарапайым мысалы, мұсылман адамның діни, рухани өмірінде, руханиятта жетістікте жеткен сондай алғы қатардағы азамат болам десеңіз, бірінші орында ұлылардың ұлысы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям сияқты бір адамды, не сахабаны, не әулие кісіні алып, өмірін зерттеп, соны алға қойыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмір баянын оқып шығыңыз. Мысалы, осы алдымыздағы Рамазан айында ойланып оқып шығыңыз. Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дене мүшесін зерттеген бір ғалым кісі, құлағы қандай болған, көзі қандай болған, шашы қандай болған деп зерттеген ғалым кісі 6 том кітап жазыпты. 6 том кітап пайғамбарымыздың сипаттамасы жазылған кітап. Ойлаңызшы. Соншалықты зерттегенсіз ба? Бір адам айтады ғой, мен өзімнің ата-анамды жақсы көрем дейді. Жақсы көресіз ба ата-анаңызды? Жақсы көресіз. Жақсы көрсеңіз айтыңызшы, мамаңыздың шашында қанша ақшаш бар? Әкеңіздің шашында қанша ақшаш бар? Білесіз ба? Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сахабалар соншалық жақсы көрген. Бір сахаба айтады, пайғамбарымыздың шашы менен сақалында 20-ға жуық ақшаш болды дейді. Санын білетін болған, білесіз ба? Ол кісінің қалай киінетінін білетін болған. Адамдар жол жүрген кезінде бір кісі айтады, Мединадан Меккеге бір кісімен, бір сахабамен ердім дейді. Әр жерде бұрылып бір жерге тоқтайтын. Бұрылып бір жерге, жол басқаша болса да, ол кісі бір түрлі жолдармен жүретін. Сұрадым дейді, неге бұл жерлерге тоқтап, неге жүреміз дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға, Мединадан Меккеге жүргенде осы жолмен жүретін, осы жерлерге тоқтайтын деп айтады. Соншалықты ол кісілердің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ұқсағысы келетіні. Не үшін? Рухани даму үшін. Алдыңызға бір адам қойып, сол руханиятта дамуда
соған сол кісінің істеген істерін мәнін түсініп істей білу үлкен нәрсе. Екінші нәрсе күнделік дедік. Омар халифаның әсем сөзі бар. Хасибу анфусакум қабла ан тухасаб. Өз-өзіңді есеп қисап қылыңдар, ертең есеп қисап болмай тұрып дейді. Ертең қияметте есебіңді бермей тұрып, өзіңнің есебіңді реттеп қой. Тым болмағанда аптасына бір рет мұсылман адам көп уақыт емес, өзіне бір мезгіл отырып, ей пәленше, осы аптада, өткен аптаңда жәннатқа жақындадың ба, жоқ па? Ұзақтадың ба әлде? Солай есеп беруіңіз сізді рухани жетістікке жетуші адам қылады. Және де ең соңғы нәрсе, діни қандай кітап, қандай ғылым, білім оқыдыңыз соңғы кезі. Көп адамдарды мен білем, намазын оқиды, жылдап намаз оқиды, жылдап ораза тұтады, бірақ бір кітап қоспайды. Бір кітап оқып бітірмейді. Сол күйі баяғы жартас бір жартаспенен жүреді. Бір сүре артық жаттамайды. Алдымызда Рамазан келе жатыр. Білесіз ба? Бір сағат білім оқу, ғалымдарымыз айтады, бір түн ғибадат қылудан абзал дейді. Ғалымдарымыз сол үшін айтады, фиқ мәселесінде бір мәселені жаттау 1000 ракағат оқыған нәпіл намаздан абзал дейді. Ойлаңызшы, сіз 1000 ракат намаз оқи аласыз ба? Өміріңізде 100 ракат намаз оқып көргенсіз ба? Қандай болады? Тізеңіз қалай болады, басыңыз қалай айналады? Ал енді соны 1000 қып көріңізші, қандай болады екен? Оның сауабы сұмдық қой десеңіз, бір мәселені ғалым кісіден естіп, оны құлаққа құйып алу, жаттап алу 1000 ракағат намаздан абзал. Яғни Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында бұл сауаптар одан да есе болады. Күндізі де, түні де. Сондықтан Рамазан айында руханиятқа бай болам десеңіз, міне сізге 3 амалға лайықты істер. Бір адамды, пайғамбарымызды ма, бір сахабаны ма, бір әулие кісіні ма алға қойып, сол кісінің жасаған амалдарынан үлескер боласыз. Күнделік арнайсыз, немесе аптасына ең аз дегенде өзіңізге есеп бересіз. Үшіншісі, білім ғылымға көңіл бөлесіз. Осыны істесеңіз, сіз рухани жетістікке жетесіз. Бұны істемейсіз ба? Баяғы жартас бір жартас. Онда сіз ұтылған адамдардан боласыз. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Илахи амин. Аллахым, алдымызда келе жатқан Рамазан айын берекелі, құтты, мейірімге тола болған ай қылғайсың. Сол айға аман есен барып, сол айда құлшылық ғибадатқа толы қылып, әрбір минут секундтарымызды өзіңе жақындайтын қылып, пайғамбарыңның етегінен ұстаған қылып, сахабалардың артынан жүргендей қылып өткізуді өзің нәсіп еткейсің. Аллахым, Рамазан айын бізден қабыл етіп, жасамақшы болған құлшылықтарымыздың барлығын қабыл етіп, бұдан да ниетімізден де артығырақ сауап амалдарды нәсіп еткейсің. Раббым, Аллахым, өзіңнен жалбарынып, жалынып сұрайтынымыз елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Дүниеден өткен мұсылмандарды жарылқа. Раббым, Аллахым, кімде-кімнің өзінде, ағайын туысында, дерт, сырқат, науқас, қандай да бір ауыртпашылық болса, соның бәріне жеңілдік беріп шипа бергейсің. Раббым, Аллахым, мойнында қарыз құрыз аманат болса, немесе ауыртпашылық, қиыншылықтар болса, бәріне жеңілдік бергейсің. Раббым, Аллахым, тіл көз бәлежеледен, өзің тұлымын ұстаған барлық мақлұқыңның жамандығынан бізге пана болғайсың.
жаман атаулының бәрінен өзіңнің панаңның астында бізді қорған болып сақтағайсың. Раббым, Аллахым, осы қол жайып отырған адамдардың дүниелік, ақыреттік қандай да бір тілектері болса өзің қабыл еткейсің. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллим.